Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге ИП-дағы жаңа режим мобильді қосымша е-салық бизнес туралы толық ақпарат бермекшімін. Ол үшін менің каналыма жазылып, лайк бас, комментарий қалдырып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Бұл режим не үшін, оның мүмкіндіктері қандай, қолдану шарттары қандай, артықшылықтары қандай, сол туралы айтып өтпекшімін. Яғни бұл мүмкіндіктері бұрынғы табысты заңды көрсетіп, БЖТ орын басатын салық режимі болып табылады. Бұрын ЕСП-ны төлеп кіші бизнес, кіші кәсіпті растайтын едік. Енді осы режим арқылы растаймыз. Ол үшін телефондағы iPhone-нан, App Store-дан, ал Android-тан Play Market-тен е-салық бизнес приложениесін тартып аласыз. Және соны регистрация өтіп, телефоныңызға жүктеп аласыз бірінші. Яғни бұл приложениенің бұның барлығы осы приложениенің ішінде жасалады. Ешқандай отчет тапсырудың қажеті жоқ. Бірінші артықшылығын айтайын сіздерге. Яғни барлығы сол е-салық бизнес қосымшасы арқылы жүреді. Соның ішінде сразу сіздің УОД-ыңызға барып тапсырылып тұрады. Екінші, арнайлап касса тіркемейсіз. Бұл приложение ішінде өзінің кассасы болады. Соны доходыңыз қанша болды, соған қарай кассаны ұрып отырасыз. Бұрынғыдай ОФД тіркеп, рекасса не басқа кассаларды тіркеп ұрып отырудың қажеті жоқ. Бұның барлығы сол приложение ішінде. Және үшінші, ол салық ставкасы. Яғни салық ставкасы 1% құрайды. Ең арзан пайыз осы. Және онымен қоса ай сайынғы ИП төлемдерін ай сайын төлеп отыруға міндеттісіз. Мұнда ОПВ, соцочисление, ВОСМС үшеуін ай сайын төлеп отыру керексіз. Ал егер төленбеген жағдайда 2 айдан кейін режим жабылып қалуы мүмкін. Ал бұл режимді қолдану арқылы нулевой отчет жүргізе алмайсыз. Яғни ай сайын сізде доход болады. Соған қарай кассаңызды ұрып отырасыз және төлемдерін ай сайын жасап отырасыз. Бұл режимді қолдану шарттары. Бірінші, яғни жұмысшы болмайды. Тек ол кіші кәсіпке арналған дедік қой. Сол үшін ешқандай жұмысшысыз жасалатын режим түрі, және бұған 32 кәсіп түрін бірімен айналыса аласыз. Бұл 32 кәсіп түрімен ғана бірімен ғана айналысасыз. Мысалға сіздерге бір-екеуін атап өтейін. Ол штукатурный, солярный. Яғни жеке өзің сондаймен айналыссаңыз, осыны ашып алсаңыз болады. Таксист қызметін ұсынатын адамдар. Мысалы, үйіңізді арендаға, квартираға беретін болсаңыз, осы кәсіп түрін қолдансаңыз болады. Сурет шығаратын, мысалы, фотомен айналысатын, фотомен, ксерокспен айналысатын кәсіп түрі болып табылады. Осы түрімен, осы режиммен пайдалансаңыз болады. Переводпен айналысатын адам болсаңыз, доставкамен, көлікті арендаға беретін болсаңыз, дискілерді прокатқа беретін болсаңыз, в общем, прокатпен айналысатын адам болсаңыз, осыны режиммен қолдансаңыз болады. Парикмахерскиймен айналыссаңыз, базарда арба тебетін адам болсаңыз, клининговый компаниямен айналыссаңыз, музыкальный инструменттерді жалға беретін болсаңыз, соларды сол қызмет түрімен айналысатын болсаңыз, мал бағып, оның өнімдерін сататын болсаңыз болады. Ал бірақ бұл режим түрі базарда саудамен айналысатындарға бұл жарамайды. Себебі бұның доходы оған келмейді. Бұның жылдық табысы 13 миллион 25 мыңнан аспау керек, жылдық табысы. Және бұл мобильді қосымша кімдер ауыса алады? Ол ХК режимінде, хозяйственный режиміндегі ИП және общий установленный режимдегі ИП-лар ғана ауыса алады. Ал егер сіз бұрын упрощенныйда болсаңыз, онда ИП-ны жауып барып,
жаңадан ашқан кезде осы режимді таңдап ашсаңыз болады. Рахмет.